Жаратылыс кітабы 12 бап. Жаратқан ие Ибрамға өз еліңді, ағайын туғанларыңды, һәм әкеңнің үйін қалдырып, мен саған көрсететұғын елге бар. Мен сенен ұлы халық дөретемен. Сені жарылқайман һәм атыңды мәртебелі қыламан. Сен басқаларға жарылқау боласаң. Сені жарылқағанларды мен жарылқайман. Сені ләнетлегенлерді мен нәлетлеймен. Жер жүзіндегі барлық халықлар сен арқалы жарылқанады, деді. Ибрам жаратқан иенің бұйрығы бойынша жолға шықты. Лут та оның менен бірге кетті. Ибрам Ханнаннан шыққан уақытта 75 жаста еді. Ол өзіменен бірге хаялы сарайды, інісі Лутты, Харанда жинаған мал мүлкін һәм қызметшілерін алды да Қанан жеріне қарай жолға шықты. Олар Қанан жеріне жетіп барғанда, Ибрам ел бойлап жүріп Шехемдегі Моренің Теребинов терегінің жанына барды. Сол уақытлары осы елде Қанан халқы жасайтұғын еді. Сонда жаратқан ие Ибрамға көрініп, мен бұл жерді сенің ұрпағыңа беремен, деді. Ибрам өзіне көрінген жаратқан иеге арнап, сол жерде құрбанлық орын құрды. Кейін ол Бейтел қаласының шығыс жағындағы таулы жерге қарай жүріп, батыс жақтағы Бейтел қаласы менен шығыс жақтағы Ай қаласының ортасына шатырын тікті. Сол жерде Ибрам жаратқан иеге арнап құрбанлық орын құрып, оның атын айтып шақырды. Соңынан ол құбыла тарапке Негепке қарай жолын давам етті. Сол уақытта елде күшлі ашлық болғанлықтан Ибрам уақытынша жасап тұру үшін Мысырға кетті. Олар Мысырға жақындағанда Ибрам хаялы сарайға былай деді: мен сенің сұлу хаял екеніңді білемен. Мысырлылар сені көргенде бұл оның хаялы деп мені өлтіріп, ал сені тірі қалдырады. Оларға оның қарындасыман деп айт. Сонда сен себеплі олар маған жақсы қатынаста болады, һәм мен аман қаламан. Ибрам Мысырға келгенде мысырлылар оның хаялының жүда көзал екенін көрді. Фараонның қызметкерлері хаялды көріп, фараонға оның сұлулығын мақтап айтып берді. Хаял фараонның сарайына алынды. Фараон сарай себеплі Ибрамға жақсы қатынаста болды. Ибрам ірі һәм майда малларға, еркек һәм ұрғашы ешеклерге, құл һәм шорларға, түйелерге ие болды. Бірақ жаратқан ие Ибрамның хаялы сарай себеплі фараонды һәм оның үй үшін ауыр апатларға душар етті. Сонда фараон Ибрамды шақыртып, оған былай деді: сен неге маған бұлай істедің? Не себептен маған оның хаялың екенін айтпадың? Не үшін оны қарындасым дедің? Мен оны хаялыққа алайын деп қалдым ғой. Хаялыңды ал да кет. Солай етіп, фараон өз адамларына Ибрамды хаялы һәм барлық жиған тергеллеріменен шығарып салуды бұйырды. Жаратылыс кітабы 13 бап. Ибрам хаялын һәм өзінің барлық мал мүлкін алды да Мысырдан шығып Негепке кетті. Лут та олар менен бірге кетті. Ибрам малларға, күміс һәм алтынларға оғада бай еді. Ол Негептен Бейтелге шекім көшіп қонып жүрді, һәм Бейтел менен Ай қаласының ортасындағы бұрын өзі шатыр құрған орынға келді. Сол жерде бұрын өзі құрған құрбанлық орынға барып, жаратқан иенің атын айтып шақырды. Ибрам менен бірге көшкен Луттың да ірі һәм майда маллары, шатырлары бар еді. Олардың мал мүлкі соншелі көп болғанлықтан жер жетіспей бірге жасау мүмкін болмай қалды. Сондықтан Ибрам менен Луттың шопанлары арасында жанжел пайда болды. Сол уақытлары Қанан һәм Периз халқылары да осы елде жасайтұғын еді. Сонда Ибрам Лутқа: біздердің арамызда да, шопанларымыздың арасында да жанжел болмасын. Ақыры біздер туысқанбыз ғой. Барлық жер сенің көз алдыңда. Кел, бөлінейік. Егер сен солға кетсең, мен оңға кетемен. Егер сен оңға кетсең, мен солға кетемен, деді. Лут атрапына қарап, бүткіл Иордан тегіслігінің Саораға шекімге мол сулы жерлерін көрді. Жаратқан ие Содом һәм Гоморраны
жоқ етпестен алдын бұл жерлер жаратқан иенің бағындай Мысыр жерінде еді. Лут бүткіл Иордан текстілігін таңлап шығысқа қарай кетті. Солай етіп, олар бір-бірінен бөлінді. Ибрам Канан жерінде қалды, ал Лут текстіліктегі қалалардың арасына жайласып, Содомға жақын жерге шатыр құрды. Содом халқы жауыз болып, жаратқан иеге қарсы көп күнәлар істейтұғын еді. Лут Ибрамнан бөлінгеннен соң, жаратқан ие Ибрамға былай деді: өзің тұрған жерден арқаға һәм құбылаға, шығысқа һәм батысқа қара. Өзің көріп тұрған жердің һәммесін саған һәм сенің ұрпақларыңа мәңгіге беремен. Ұрпақларыңды жердің құмы сияқлы көбейтемен. Кімде-кім жердегі құмларды санай алса, сенің ұрпақларыңды да санай алады. Қанекей, бар да менің саған беретұғын жерлерімді бастан аяғына шекім айланып шық. Ибрам Хебронға жақын жердегі Мамренің Теребинф тереклігі жанына шатырларын көшіріп апарып орналасты. Сол жерде ол жаратқан иеге арнап құрбанлық орын құрды. Жаратылыс кітабы 14 бап. Сол уақытлары Шынар патшасы Амрафел, Эласар патшасы Ариох, Элам патшасы Кедрлы Амер, һәм Гоим патшасы Тидал бірігіп, Содом патшасы Бераға, Гамора патшасы Биршаға, Адма патшасы Шинапқа, Себоим патшасы Шемеберге, һәм Бела патшасына, яғни Соар патшасына қарсы ұрыс ашты. Ал соңғы аталған 5 патша бірігіп, Сиддим ойпатлығында, яғни қазіргі өлі теңіз жайғасқан орында ауқам дүзді. Бұл патшалар 12 жыл Кедор Лаомердің қол астында болып, 13 жылы оған қарсы бас көтерді. 14 жылы Кедор Лаомер һәм оның менен ауқамлас болған патшалар келіп, Аштерот Қарнайымыздағы Рефа, Хамдағы Зуз, Шауэ Криятайымдағы Эм халқларын, және де таулы Сейір жеріндегі Хор халқын, шөл шетіндегі Эл-Паранға дейін қиратып, жеңіліске ұшыратты. Олар сол жерден ізге қайтып, Эн Мишпатқа, қазіргі Қадешке келді, һәм Амаликлердің барлық жерлерін басып алды. Хасесон Тамарда жасаушы Аморларды қиратты. 5 патша Содом, Гамора, Адма, Себоим һәм Бела, яғни Соар патшалары Сиддим ойпатлығына шығып, 4 патшаға, яғни Элам патшасы Кедорлаомерге, Гоим патшасы Тидалға, Шынар патшасы Амрафелге һәм Элассар патшасы Ариохқа қарсы атланды. Сиддим ойпатлығында қарамай кәнілері көп еді. Содом һәм Гамора патшалары қашып баратырғанда, олардың адамларының кейбіреулері сол кәнілерге түсіп кетті, ал қалғалары тауға қашты. Жеңген 4 патша Содом һәм Гамораның бүткіл байлығын һәм азық ауқатларын алып кетті. Олар және сол уақытта Содомда жасап атырған Ибрамның інісі Лутты һәм оның мал мүлкін де алып кетті. Ол жерден қашып құтылған бір адам келіп, еврей Ибрамға болған уақияны хабарлады. Сол уақытта Ибрам Эшкол менен Анердің туысқаны болған Амор халқынан болған Мамренің Теребинф тереклігі қасында жасап атыр еді. Бұлардың һәммесі Ибрамның ауқамласлары еді. Ибрам інісінің тұтқынға түскенін естіп, үйінде туылып өскен ұрысқа жарамлы 318 адамды құралландырды да 4 патшаның ізінен Дан қаласына шекім қуып барды. Ибрам адамларын топарларға бөліп, түнде дұшпанға қарсы хүжім жасады, һәм оларды қиратып, Дамасктың арқа тарепіндегі Хобаға шекім қуып барды. Ол олжаға алынған бүткіл мал мүлікті, інісі Лутты, оның мал мүлкін, хаялларды һәм тұтқын болғанларды қайтарып алып келді. Ибрам Кедрлы Амер һәм оның ауқамласлары үстінен жеңіске ерісіп қайтып келатырғанда, Содом патшасы оны күтіп алу үшін Шауэ ойпатлығына, яғни патша ойпатлығына шықты.
Құдай Таланың рухани болған Салим патшасы Мелкиседек нан хам шарап алып шықты. Ол Ибрамға патиясын беріп, былай деді: аспан хам жерді жаратқан Құдай Таала Ибрамды жарылқасын. Дұшпанларыңды тәслім еттірген Құдай Таалаға алғыслар болсын. Сонда Ибрам Мелкиседекке өзіндегі барлық нәрселерден 10/1 берді. Ал Содом патшасы Ибрамға: адамларымды маған қайтарып бер, ал олжаларды өзіңде қалдыра бер, деді. Бірақ Ибрам Содом патшасына былай деді: сен мен Ибрамды байыттым деп айтып жүрмеуің үшін, мен жаратқан иенің, яғни аспан хам жерді жаратқан Құдай Тааланың алдында саған тиесілі еш нәрсені, хатте бір сабақта аяқ киімнің бауын да алмайтұғынымды айтып ант ішемен. Бірақ тек адамларымның ішіп жегені хам менің менен бірге ұрысқа барған Анер, Эшкол хам Мамренің өз үлеслері бұған кірмейді. Олар өз үлеслерін алсын. Жаратылыс кітабы 15 бап. Бұл уақиялардан соң жаратқан ие Ибрамға былай деп аян берді: қорқпа, Ибрам, мен сенің қалқаныңман. Саған берілетұғын сыйлық оғада ұлы болады. Бірақ Ибрам былай деді: Құдай ие, сен маған не бересең? Мен елі биперзентпен ғо. Менің үйім Дамасқлы Елиезерге қалады. Сен маған перзент бермегенің себеплі, үйімдегі бір қызметшім мирасқорым болады. Сонда жаратқан ие Ибрамға: сенің мирасқорың ол емес, ал өзіңнен туылатұғын балаң болады, деді. Соңынан Ибрамды сыртқа шығарып былай деді: аспанға қара, егер жұлдызларды санай алсаң, оларды санап көр. Міне сенің ұрпақларың да сондай көп болады. Ибрам жаратқан иеге сенді. Жаратқан ие сенімі үшін оны хақ деп санады. Соңынан ол Ибрамға: бұл жерді саған меншік етіп беру үшін сені Калдейлердің Ур қаласынан шығарған жаратқан иең мен боламан, деді. Бірақ Ибрам оннан: Құдай ие, бұл жерлерді меншік етіп алатұғынымды қалай білемен, деп сұрады. Сонда жаратқан ие оған: маған har бірінің жасы 3 жасар болған қашар, ешкі, қошқар және де бір құмыры хам кептердің палапанын алып кел. Ибрам хаммесін алып келді. Хам оларды дәл ортасынан бөліп, бөлеклерді бір-біріне қарама қарсы қойды. Ал құсларды бөлмеді. Сойылған маллардың денесіне жыртқыш құслар ұшып келіп, қона баслады. Бірақ Ибрам оларды қуып жіберді. Күн батар уақытта Ибрам терең ұйқыға кетті. Сонда қорқыншылы бір қара түнек оны қоршап алды. Жаратқан ие Ибрамға былай деді: мынаны жақсы біліп қой. Сенің ұрпақларың жат елде келгінді болып жасайды. Олар 400 жыл құлшылықта болып, езушілік көреді. Бірақ мен оларды құл еткен халықты жазалайман. Сондан соң олар сол жерден көп мал мүлікпенен шығып кетеді. Ал сен ғарылық дауранын сүріп, өліп жерленесең, хам тынышлықпенен ата-бабаларыңның жанына барасаң. Сенің ұрпақларыңның тек 4-ші аулады ғана бұл жаққа қайтып келеді. Себебі аморлардың күнасы елі толу мөлшелеріне жеткен жоқ. Күн батып қараңғылық шөккенде іші түтеп тұрған ыдыс хам лаулаған жалын пайда болып, бөлінген маллардың арасынан жүріп өтті. Осы күні жаратқан ие Ибрам менен келісім түзіп, былай деді: мен сенің ұрпақларыңа Мысыр дариясынан ұлы Ефрат дариясына шекем созылған жерді, яғни Кен, Кениз, Қадмон, Хет, Периз, Рефа, Амор, Қанан, Гиргаш, хам Ебус халқларының жерлерін беремен. Жаратылыс кітабы 16 бап. Ибрамның хаялы сарай, оған елі бала туып бермеген еді. Сарайдың Ажар деген мысырлы шорысы бар еді. Сарай Ибрамға: мінекей жаратқан ие мені бала туудан махрум етті. Сен менің шорым менен жат, мүмкін ол арқалы балалы боларман, деді. Ибрам сарайдың сөзіне құлақ асты. Солай етіп, Ибрамның Қанан жерінде жасағанына 10 жыл болғанда,
Сарай өзінің мысырлы шорысы Ажарды Ибрамға тоқаллыққа алып берді. Ибрам Ажар менен жатқаннан соң, ол хамладар болды. Ажар өзінің хамладар екенлігін білгенде, ханымын месінбей қойды. Сарай Ибрамға: менің жәбір шегуіме сен айыплысаң, мен өзімнің шорымды сенің қойныңа салдым. Ал ол өзінің хамладар екенін білгенде, мені менсінбей қойды. Сенің менен менің арамда жаратқан иенің өзі қазылық етсін, деді. Ибрам сарайға: шорың сенің қолыңда емес пе? Оған не қыламан десең де, өзің білесең, деді. Солай етіп, сарай Ажарға қатты азап бере баслағанлықтан, Ажар оннан қашып кетті. Жаратқан иенің періштесі оны шөлдегі бұлақтың жанынан Шурға апаратұғын жолдың бойынан тауып: сарайдың шорысы Ажар, қайықтан келіп қайыққа баратырсаң, деп сұрады. Ол: мен ханымым сарайдан қашып баратырман, деп жауап берді. Сонда жаратқан иенің періштесі оған: ханымыңа қайтып бар, һәм оған бойсын, деді. Періште давам етіп: мен сенің ұрпақларыңды соншелі көбейтемен, оларды ешкім санай алмайтұғын болады, деді. Жаратқан иенің періштесі оған және: мінекей сен хамладарсаң, сен ұл туасаң, оның атын Исмаил деп қоясаң. Өйткені жаратқан ие сенің зарыңды есітті. Сенің ұлың құландай болады. Ол Хаммеге қарсы, Хамме оған қарсы болады. Хам ол барлық туысқанлары менен дұшпан болып өмір сүреді, деді. Ажар: мен өзімді көріп тұрған Құдайды көрдім, деп өзі менен сөйлескен жаратқан иені Эл-Рой деп атады. Сондықтан Қадеш пенен Береттің арасында жайласқан бұл құдық Бейір Лахай Рой деп аталды. Ажар Ибрамға ұл туып берді. Ибрам ұлына Исмаил деп ат қойды. Ажар Исмаилды туғанда, Ибрам 86 жаста еді. Жаратылыс кітабы 17 бап. Ибрам 99 жаста болғанда, жаратқан ие оған көрініп: мен құдіреті күшлі Құдайман, менің жолым менен жүр, һәм мінсіз бол. Мен сенің менен өз келісімімді дүземен, һәм сенің ұрпақларыңды есап сансыз қылып көбейтемен, деді. Ибрам ет бетінен жығылды. Сонда Құдай оған былай деді: менің сенің менен дүзетіғын келісімім мынау: сен көп халықлардың бабасы боласаң. Енді сенің атың Ибрам емес, ал Ибраим болады. Себебі мен сені көп халықлардың бабасы қыламан. Мен сенің нәсіліңді сансыз етіп көбейтіп, сеннен халықлар дөретемен. Сенің ұрпағыңнан патшалар келіп шығады. Мен сенің менен һәм сеннен кейінгі ұрпақлар менен келешек аулатларға өтетұғын мәңгілік келісім дүземен. Мен сенің һәм сеннен кейінгі ұрпақларыңның Құдайы боламан. Қазір өзім келгінді болып жасап атырған бүткіл қанын жерін саған һәм сеннен кейінгі ұрпақларыңа мәңгіге меншік етіп беремен. Һәм мен олардың Құдайы боламан. Құдай Ибраимға және былай деді: ал сен һәм сеннен кейінгі ұрпақларың менің келісімімді аулатлар давамында сақлауыңыз тиіс. Менің сенің менен һәм сенің ұрпақларың менен дүзген келісімім, яғни сізлер орындауыңыз керек болған келісімім мынау: сізлердің араңыздағы әрбір ер адам сүннет етілуі тиіс. Сізлер сүннет етілуіңіз шарт. Сүннет арамыздағы келісімнің белгісі болады. Әрбір ер бала, соның ішінде үйіңізде туылған ямаса ұрпағыңыздан болмай қандайда бір шет елі адамнан сатып алынған құллар 8 күнлігінде сүннет етілсін. Бұл аулатлардан бойы давам етсін. Олар үйіңде туылған болса да, сатып алынған болса да, сүннет етілуі шарт. Денеңіздегі бұл белгі менің мәңгілік келісімімнің белгісі болады. Сүннет етілмеген әрбір еркек өз халқы арасынан шығарылып жіберілсін. Өйткені ол келісімімді бұзған болады. Құдай Ибраимға және былай деді: ендігіден былай хаялыңды Сарай деп емес, ал Сара деп шақыр. Мен оны жарылқайман, һәм ол арқалы саған бір ұл беремен. Мен оны жарылқайман, һәм ол халықлардың анасы болады. Оннан халықлардың патшалары келіп шығады.
Ибрайым ет бетінен жығылды. Ол 100 жасар ғарыдан бала туылама, 90 жасар Сара бала туама деп ойлап күліп қойды. Соң ол Құдайға, «Хеш болмаса, Исмайыл алдыңда аман жүргей» деді. Сонда Құдай оған былай деді: «Яқ, хаялың Сара саған ұл туып береді. Сен оның атын Исақ деп қоясаң. Мен оның менен һәм оның ұрпақлары менен мәңгілік келісімімді дүземен. Ал Исмайылға келсек, сенің ол туралы айтқанларыңды есіттім. Мен оны жарылқап, өсіп өндіремен, һәм ұрпақларын есап сансыз қылып көбейтемен. Исмайылдан 12 көсем келіп шығады. Мен оннан ұлы халық дөретемен. Бірақ мен өз келісімімді келесі жылы осындай уақытта Сараның туатығын ұлы Исақ пенен дүземен». Құдай Ибрайым менен сөйлесіп болғаннан кейін жоғарыға көтеріліп кетті. Ибрайым Құдайдың айтқанындай, сол күні-ақ үйіндегі барлық еркеклерді, ұлы Исмайылды, үйінде туылған һәм сатып алынған ер адамлардың һәммесін сүннет еттірді. Ибрайым өзі сүннет етілгенде 99 жаста, ал ұлы Исмайыл 13 жаста еді. Ибрайым һәм оның ұлы Исмайыл да сол күні-ақ сүннет етілді. Олар менен бірлікте Ибрайымның үйіндегі барлық еркеклер, сол үйде туылғанлар һәм шет еллі адамлардан сатып алынған құллар да сүннет етілді. Жаратылыс кітабы 18 бап. Күннің жазирама ыссы уақытында Ибрайым шатырдың кірер аузында отырған еді. Сонда оған Мемренің Теребинов тереклігі қасында жаратқан ие көрінді. Ибрайым басын көтеріп қарағанда, қарсы алдында 3 адамның тұрғанын көрді. Ол дәрхал отырған орнынан ұшып тұрды да, оларды қарсы алуға асықты. Һәм жерге дейін иіліп тәжім етті. Соңынан Ибрайым былай деді: «Мырзам, егер мен мейіріміңізге еріскен болсам, мендей құлыңызды шетлеп өтпең. Аяқларыңызды жууыңыз үшін аз-маз су алдырайын. Мына теректің астында дем алыңлар. Мендей құлыңыз тәрепке жолыңыз түскен екен, халленіп алуыңыз үшін жейтұғын бір нәрселер әкелейін. Соң жолыңызды давам етерсіз». Олар: «Яқшы, өзің айтқаныңдай қыла бер» деді. Ибрайым асығыслықпенен шатырға Сараның қасына келіп, оған: «Сапалы ұннан 3 табақ қамыр илеп, тезірек пәтір пісір» деді. Соңынан Ибрайым падаға жуырып барды да, бір жас һәм жақсы баспақты алып, оны қызметші жігітке берді. Жігіт оны тез таярлауға кірісті. Ибрайым қатық, сүт һәм пісірілген баспақ көшін әкеліп, қонақлардың алдына қойды. Олар ауқатланып отырғанда, Ибрайым олардың қасында теректің астында тұрды. Олар Ибрайымнан: «Хаялың Сара қаяқта?» деп сұрады. «Осы жерде, шатырда» деп жауап берді Ибрайым. Сонда олардың бірі оған: «Келесі жылы осындай уақытта мен сенің жаныңа сөзсіз қайтып келемен. Сол уақытта Сара ұлы болады» деді. Ал Сара оның арт бетінде шатырдың кірер аузында тыңлап тұрған еді. Ибрайымның да Сараның да әлі қашан жасы өтіп, қартайып қалған еді. Сара бала туу жасынан өткен еді. Сондықтан Сара ішінен күліп: «Қартайып қалған болсам, бұндай хәзілікке бөлене алар ма екен мен? Оның үстіне қожайыным да қартайған» деп ойлады. Сонда жаратқан ие Ибрайымға: «Сара не үшін? Мен хақиқаттан да қартайғанда бала туа аламан ба?» деп күлді. Жаратқан ие үшін мүмкін емес нәрсе бар ма? Мен белгіленген уақытта, келесі жылы осындай уақытта жаныңа қайтқанымда Сара ұлы болады деді. Сара қорқып кетіп: «Күлгенім жоқ» деп өтірік сөйледі. Бірақ ол: «Яқ, күлдің» деді. Адамлар сол жерден шығып төменге Содомға қарай кетті. Ибрайым да оларды шығарып салу үшін бірге жүрді. Сонда жаратқан ие былай деді: «Мен Слейжақ ісімді Ибрайымнан жасыраман ба? Ибрайымнан ұлы һәм күшлі халық келіп шығып, жер жүзіндегі барлық халықлар ол арқалы жарылқанатұғыны сөзсіз ғо. Туры һәм әділ іслерді іслеп, жолым менен жүруді балаларына һәм ұрпақларына бұйырсын деп, мен Ибрайымды таңладым. Солай етіп, мен оған берген сөзімді орындайман.
Соңынан жаратқан ие және былай деді: Содом һәм Гоморра себеплі шегілген налалар оғада көп, һәм олардың күнәлары да жүдә ауыр. Енді мен төменге түсіп, олардың істеген іслерінің мен есіткендей дәрежеде жаман ба екенлігін көрейін. Егер олай болмаса, оны да білейін. Екі адам бұрылып Содомға қарай кетті. Бірақ Ибраим жаратқан иенің алдында тұрып қалды. Соңынан ол жаратқан иеге жақынырақ келіп былай деді: Сен хақ адамды нахақ адам менен бірге қырып тасламақшымысың? Мүмкін бұл қалада 50 хақ адам бар шығар. Сен хақиқаттан да сол жерді ішіндегі 50 хақ адам үшін кешірмей қырып таслай жақсан ба? Бұлай істеуден аулақ бола көр. Хақ адам менен нахақ адамның тағдырын бірдей қылып, хақ адамды нахақ адамға қосып өлтіруден аулақ болғайсаң. Бүткіл дүнияны хүкім етуші әділ болуы керек емес пе? Жаратқан ие оған: Егер мен Содомнан 50 хақ адам тапсам, олар үшін сол жерді кешіремен, деп жауап берді. Сонда Ибраим давам етіп: Мен топырақ һәм құл сияқлы біреу болсам да, жүрек етіп, о ием, саған сөйлеп атырман. Егер хақ адам 50 болуы үшін 5-еуі жетпесе, сол 5-еуі үшін сен бүткіл қаланы жоқ етесең бе, деді. Егер ол жерден 45 хақ адам тапсам, оны жоқ етпеймен, деді Құдай. Ибраим және егер ол жерден 40 хақ адам табылсашы, деді. Ол: Егер 40 хақ адам табылса да, олай істемеймен, деді. Сонда Ибраим: О ием, айтатұғын сөзіме ашуланба. Бірақ ол жерден 30 хақ адам табылсашы, деді. Құдай Ибраимға: Егер ол жерден 30 хақ адам табылса да, олай істемеймен, деді. Ибраим тағы: О ием, мен саған сөйлеуге жүрек еттім. Ал егер ол жерде тек 20 хақ адам табылсашы, деді. Ол Ибраимға: 20-сы ұшында қаланы жоқ етпеймен, деді. Соңынан Ибраим былай деді: О ием, мен және бір мәртебе сөйлесем, ашуланба. Егер ол жерден тек қана 10 адам табылсашы. Ол: 10 адам ұшында қаланы жоқ етпеймен, деп жауап берді. Жаратқан ие Ибраим менен сөйлесіп болғаннан кейін сол жерден кетті. Ибраим да өз үйіне қайтты. Жаратылыс кітабы 19 бап. Кеш болғанда екі періште Содомға келді. Лут қала дарвазасының жанында отырған еді. Лут оларды көргенде күтіп алу үшін орнынан тұрды да, маңлайы жерге тигенше иіліп тәжім етті. Һәм оларға: Мырзалар, құлыңыздың үйіне кіріңдер, аяқларыңызды жуыңлар, һәм біздікінде қонып қалыңлар. Соңынан ерте азанда тұрып, жолыңызды давам етерсіз, деді. Олар: Біздер түнді қала майданында өткіземіз, деді. Бірақ Лут жалынып қоймағандықтан, олар Лутқа еріп, оның үйіне келді. Лут олар үшін ауқат даярлады һәм аштықсыз нан пісірді. Олар ауқатланды. Олар елі жатып үлгермей атырып, Содом қаласының һәмме тарапынан барлық еркеклер, жастардан бастап ғарыларға шекем, Луттың үйін қоршап алды. Олар Лутты шақырып: Бүгін кеште саған келген адамлар қай жерде? Оларды біздерге шығарып бер, олар менен жатайық, деді. Лут сыртқа шығып, арқасынан қапыны жапты да, оларға былай деді: Туысқандар, бұндай зұлымлықты істемеңдер. Мінекей, менің еркек қолы тимеген 2 қызым бар. Мен оларды сіздерге шығарып берейін. Оларға қалегеніңізді істеңдер. Тек бұл адамларға қол тигізбеңдер. Өйткені олар үйімнен баспана тапқан қонағым ғой. Сонда олар: Жолды босат, өзің келгінді болып қазылықта қылмақшымысың? Біздер енді саған бетерін көрсетеміз, деді де Лутты бар күшіменен итеріп қапыны сындырмақшы болды. Бірақ іштегі адамлар қолларын созып Лутты үйдің ішіне кіргізді де қапыны жауып таслады. Ал есік алдында тұрған адамлардың жасын, ғарысын, һәммесін соқыр етіп таслады. Олар есікті де таба алмай қалды. Соңынан іштегі адам Лутқа былай деді: Бұл жерде басқа кімің бар? Күйеу балаларың, ұлларың,
Қызларың һәм қалада өзіңе дерек кім болса да, һәммесін бұл жерден алып шық. Себебі біздер бұл жерді жоқ етпекшіміз. Бұл халық үстінен жаратқан иеге жетіп барған шағымлар жүда көп. Ол біздерді қаланы жоқ қылу үшін жіберді. Лут сыртқа шықты да, болашақ күйеу балаларына барып, дархал бұл жерден кетіңлер, өйткені жаратқан ие бұл қаланы жоқ етпекші деді. Дегенменен олар Лутты хәзілдесіп жатыр деп ойлады. Таң атқанда періштелер Лутты асықтырып, хаялыңды һәм екі қызыңды ал да тез бұл жерден кет, болмаса қала жазаланғанда сен де бірге өліп кетесің деді. Ал Лут елі екіленіп тұрған еді. Лутқа жаратқан иенің мейірімі түскенліктен періштелердің өзлері Луттың, оның хаялының һәм қызларының қолларынан ұстап қаладан шығарды. Оларды сыртқа шығарудан-ақ періштелердің бірі Лутқа: "Кейініңе бұрылып қарама, бұл тегістіктердің ешбір жерінде іркілмей тауға қаш, болмаса өлесің" деді. Бірақ Лут оларға: "Яқ мырзалар, міне құлыңыз болған мен сіздердің мейіріміңізге ерістім, һәм жанымды құтқарып, үлкен жақсылық қылдыңыз. Бірақ мен тауға жете алмаймын, себебі апатқа ұшырап өліп қаламын. Әне, қашып жете алғандай кішкене бір қала бар екен. Ол кішкене қала ғой. Мен жанымды сақлап қалуым үшін сол қалаға қашып бара қояйын" деп өтінді. Олардың бірі Лутқа: "Яқшы, сенің бұл тілегіңді де қабыл етемін. Сен айтқан сол қаланы қиратпаймын. Тез сол жерге қашып бар. Өйткені сен сол жерге барып жетпегеніңше мен еш нәрсе істей алмаймын" деді. Сол себептен бұл қала Соар деп аталады. Лут Соарға жетіп келгенде әлде қашан құяш шыққан еді. Жаратқан ие Содом һәм Гомора үстіне аспаннан отлы күкірт жаудырды. Ол бұл қалаларды бүткіл тегіслікті, ол жерде жасаушылардың һәммесін һәм жердегі барлық өсімліктерді жоқ етті. Бірақ Луттың хаялы артына бұрылып қарап, тұзға айланып қатып қалды. Ибраим азанда ерте тұрып, бұрын өзі жаратқан иенің алдында тұрған жерге келді. Ол Содом менен Гомораға һәм бүткіл тегіслікке қарап, жердің пеш сияқлы түтеп тұрғанын көрді. Солай етіп, Құдай тегісліктегі қалаларды қиратқан уақытта Ибраимды еске алды, һәм Лут жасаған қалаларды қиратқанда Лутты аман сақлап қалды. Лут Соарда қалудан қорыққанлықтан екі қызыменен қаладан шығып тауға кетті. Ол екі қызыменен бірге бір үңгірде жасай бастады. Бір күні үлкен қызы кішкенесіне былай деді: "Әкеміз қартайып қалды. Бұл дүнияның әдеті бойынша біздерге үйленетұғын бұл дүгеректе бірде-бір еркек жоқ. Кел, әкемізге шарап ішкізіп, оның менен жатайық, һәм әкеміз арқалы нәсілімізді жалғастырайық." Олар сол күні түнде әкесіне шарап ішкізді, һәм үлкен қызы әкесінің жанына кіріп, оның менен жатты. Бірақ әкесі қызының қашан жатып, қашан тұрғанын білмеді. Келесі күні үлкен қызы кішкенесіне: "Өткен түнде мен әкем менен жаттым. Оған бүгін түнде де шарап ішкізейік, һәм сен барып әкеміз менен жат. Солай етіп әкеміз арқалы нәсілімізді жалғастырайық" деді. Сол күні түнде олар әкесіне және шарап ішкізді, һәм кішкене қызы әкесінің жанына кіріп, оның менен жатты. Бірақ әкесі қызының қашан жатып, қашан тұрғанын білмеді. Солай етіп, Луттың екі қызы да әкесінен хамладар болды. Үлкен қызы ұл туып, оған Моаб деп ат қойды. Ол қазіргі Моаб халқының бабасы. Кішкене қызы да ұл туып, оған Бенами деп ат қойды. Ол қазіргі Аммон халқының бабасы. Жаратылыс кітабы 20 бап. Ибраим Мамреден Негев жеріне көшіп, Қадеш һәм Шур аралығында жасады. Соңынан бір қанша уақыт Герарда қалды. Ол хаялы Сараны: "Ол менің қарындасым" деді. Сондықтан Герар патшасы Абимелех адам жіберіп, Сараны алдыртты. Бірақ Құдай бір күні түнде Абимелехтің түсіне еніп: "Сен бұл хаялды алғаның үшін өлесің, себебі оның күйеуі бар" деді. Абимелех елі Сараға жақындаған жоқ еді. Ол: "Ием, сен айыпсыз адамларды жоқ етпекшімісің? Ибраимның өзі маған оны қарындасым деп айтты ғой. Хаялыда ол менің ажағам деген еді.
бұл істе менің құжданым таза, қолларым да қадал, деді. Сонда Құдай түсінде оған былай деді: ауа, сенің құжданыңның таза екенін білемен. Сондықтан сені маған қарсы күнә істеуден сақлап, хаялға қол тигізуіңе жол қоймадым. Ал енді хаялды күйеуіне қайтып бер. Өйткені ол пайғамбар. Ол сен үшін дуа етеді. Сонда сен өлмейсің. Бірақ біліп қой, егер сен хаялды күйеуіне қайтарып бермесең, онда өзің де барлық адамларың да өлесіздер. Абимелех азанда ерте тұрды да өзінің барлық қызметкерлерін жинап, оларға болған уақияны айтып берді. Олар қатты қорқып кетті. Абимелех Ибраимды шақыртып, оған былай деді: сен неге біздерге бұлай істедің? Мені һәм менің патшалығымды бұндай үлкен күнәға батырғандай, мен саған не жаманлық қылған едім? Сен маған істеуге болмайтұғын істерді істедің, деді. Соңынан ол Ибраимнан: бұл істі қандай мақсатта істедің деп сұрады. Ибраим былай деп жауап берді: мен бұл жерлерде адамлар еш Құдайдан қорықпайды, һәм хаялым үшін мені өлтіруі мүмкін деп ойладым. Хақиқатында да ол менің қарындасым. Біздердің әкеміз бір, аналарымыз басқа болғанлықтан мен оған үйленген едім. Құдай маған әкемнің үйін қалдырып, елдерді кезеуді бұйырғанда, мен өз хаялыма маған жақсылық істе, қай жерге барсақ та мені ажағам деп айтқан едім. Сонда Абимелех Ибраимға қой, сиыр, құл һәм шорыларды сауғаға берді. Ол Сараны да қайтарып берді. Һәм Ибраимға былай деді: менің жерлерім сенің көз алдыңда. Қай жерді қалесең, сол жерде жаса. Ал Сараға былай деді: мінекей, мен ажағаңа 1000 шекел күміс беріп жатырмын. Бұл жаныңдағы адамлар алдында сенің намысыңның таза екенін көрсететұғын дәлел болады. Һәмме сенің айыпсыз екеніңді білсін. Сонда Ибраим Құдайға дуа етті. Һәм Құдай Абимелехке, оның хаялына һәм шорыларына шифа берді. Олар және туатұғын болды. Себебі Ибраимның хаялы Сара себеплі жаратқан ие Абимелехтің үйіндегі барлық хаялларды бала тумайтұғын етіп таслаған еді. Жаратылыс кітабы 21 бап. Жаратқан ие өзі айтқанындай Сараға нәзерін түсіріп, өз уәдесін орындады. Сара хамледар болды. Һәм ол Ибраимға қартайған шағында Құдай белгілеген уақытта ұл туып берді. Ибраим туылған баласына, яғни Сара туып берген ұлына Исақ деп ат қойды. Құдайдың өзіне бұйырғанындай, Ибраим ұлы Исақты 8 күнлігінде сүннет еттірді. Исақ туылғанда Ибраим 100 жаста еді. Сара былай деді: Құдай маған күлкі сыйлады. Бұны естігендердің һәммесі менімен бірге күледі. Және де кім Ибраимға Сара бала емізеді деп айтылған болар еді. Өйткені Ибраим қартайғанда мен оған ұл туып бердім ғой, деді. Исақ үлкейіп, емшектен шығарылған күні Ибраим үлкен зияпат берді. Бірақ Сара Мысырлы Ажардың Ибраимға туып берген ұлы Исмайылдың Исақты мазақ етіп атырғанын көргенде, Ибраимға: бұл шорыны баласыменен бірге қуып жібер. Себебі шорының ұлы менің ұлым Исақпенен бірге мирасқор болмасын, деді. Бұл гәп Ибраимға ауыр тиді. Өйткені Исмайыл да оның ұлы еді. Бірақ Құдай Ибраимға былай деді: сен баланы һәм шорыңды қайғырма. Сара не айтса соны істе. Себебі сенің ұрпағың Исақ арқалы давам етеді. Бірақ шорыңның ұлынан да мен бір халық шығарамын. Өйткені ол да сенің ұрпағың. Ертеңіне таң азанда Ибраим нан һәм бір мес су алды да оларды Ажардың иініне салды. Һәм оны баласыменен қосып шығарып жіберді. Ажар кетіп баратырып, Бершева шөлінде адасып қалды. Местегі су таусылғанда Ажар баласын бір бұтаның астында қалдырды да, баламның қалай өлетұғынын көрмейін деп арырақ кетті. Һәм бір оқ жетірім жерге барып, отырып, дат салып, жылай басылады. Құдай баланың жылағанын естті. Һәм оның бір періштесі Ажарға аспаннан дауыслап: Ажар, саған не болды? Қорқпа, Құдай балаңның жатырған жерінен оның жылағанын естті. Бар да баланы тұрғызып, оны қолынан жетеле. Мен оннан ұлы халық жаратаман, деді. Соңынан Құдай Ажардың көзін ашты, һәм ол бір құдықты көрді. Ол барып, месін суға толтырды да,
баласына су ішкізді. Солай етіп, Құдай бала менен бірге болды. Ол өсіп, шөлде жасады, һәм мерген болды. Исмаил Паран шөлінде жасап атырған уақытында, анасы оған Мысырдан бір қызды хаяллыққа алып берді. Сол уақытлары Абимелех һәм оның саркардасы Пихол Ибраимға былай деді: «Һәр бір ісіңде Құдай сенің менен бірге. Сондықтан сен мені, перзентлерімді һәм ұрпақларымды да алдамаймын деп Құдай хақы ант іш. Мен саған қандай жақсылық еткен болсам, сен де маған һәм өзің келгінді болып жасап атырған елге сондай жақсылық ет. Ибраим, мен ант ішемен», деді. Соңынан Ибраим Абимелехке адамларының бір құдықты тартып алғаны хақында айтып шағым етті. Ал Абимелех оған: «Мен бұны кімнің істегенін білмеймін. Сен маған еш нәрсе айтпаған едің. Мен бұл хақында қазір естіп тұрман», деді. Кейін Ибраим Абимелехке қой һәм сиырлар сауға етті, һәм екеуі келісім түзді. Ибраим сүруден 7 ұрғашы қозыны айырып қойды. Абимелех оннан: «Бұл 7 ұрғашы қозыны айырып қоюының мәнісі не?» деп сұрады. Ибраим оған: «Бұл құдықты менің қаздырғанымның дәлелі сипатында мына 7 ұрғашы қозыны менің қолымнан қабыл ет», деді. Солай етіп, сол жер Бершеба деп аталды. Өйткені олар екеуі сол жерде ант ішіскен еді. Бершебада келісім түзгеннен соң, Абимелех һәм оның саркардасы Пихол филистлердің жеріне қайтып кетті. Ибраим Бершебада бір тамариск ағашын тікті, һәм сол жерде жаратқан иенің мәңгілік Құдайдың атын айтып шақырды. Ибраим филистлердің жерінде келгінді болып көп уақыт жасады. Жаратылыс кітабы 22 бап. Бір қанша уақыттан кейін Құдай Ибраимды сынады. Құдай оған: «Ибраим», деді. Ибраим «Ләббай», деді. Сонда Құдай оған: «Өзіңнің сүйіклі жалғыз ұлың Исақты алып, Мория жеріне бар. Ол жерде мен саған көрсететін таулардың бірінде оны құрбандыққа шалып, жағып жібер», деді. Ибраим ертеңіне азанда ерте тұрып, ешегіне жүклерді артты. Ол өзіменен бірге 2 қызметшісі, баласын һәм ұлы Исақты алды. Құрбандық үшін отын шауып болып, Құдайдың өзіне айтқан жеріне бару үшін жолға шықты. 3-ші күні Ибраим көз таслап, айтылған орынды ұзақтан көрді. Ибраим қызметшілеріне: «Сізлер осы жерде ешекпенен бірге қалыңлар. Ал біздер баламыз екеуміз ана жерге барып, Құдайға сыйынамыз, һәм сіздерге қайтып келеміз», деді. Ибраим құрбандық үшін шауылған отылларды баласы Исаққа арқалатып, өзі отпенен пышақты алды. Соңынан екеуі бірге жүріп кетті. Кетіп баратырып, Исақ әкесіне: «Аға», деді. «Ләббай ұлым», деді Ибраим. Исақ оннан: «Мінекей от һәм отын бар, бірақ жандырлатығын құрбандық үшін берілетігін жаллық қане?» деп сұрады. Ибраим: «Ұлым, жандырлатығын құрбандық болатығын жаллықты Құдайдың өзі жеткізеді», деп жауап берді. Солай етіп, олар екеуі жолын давам етті. Олар Құдайдың Ибраимға айтқан жеріне жетіп келгенде, Ибраим құрбандық орнын құрып, оның үстіне отылларды қалады. Кейін ұлы Исақты байлап, құрбандық орындағы отыллардың үстіне жатқызды. Ибраим баласын бауызламақшы болып пышақты алды. Бірақ жаратқан иенің бір періштесі аспаннан дауыслап: «Ибраим, Ибраим», деді. «Ләббай», деді ол. Періште оған: «Балаға қол көтерме, оған еш нәрсе істеме. Енді мен сенің Құдайдан қорқатығыныңды білдім. Себебі сен менен жалғыз ұлыңды да аямадың», деді. Ибраим басын көтеріп, пұталыққа шақыннан ілініп тұрған қошқарды көрді. Ол барып қошқарды әкелді де, ұлының орнына қошқарды құрбандық үшін шалып, жағып жіберді. Солай етіп, Ибраим сол орынды Яхуе Ире деп атады. Сондықтан осы күнге дейін жаратқан иенің тауында жеткеріп беріледі деп айтылады. Жаратқан иенің періштесі екінші рет Ибраимға аспаннан дауыслап былай деді:
Жаратқан ие былай дейді: өз атым менен ант ішемен, сен бұл істі істеп, жалғыз ұлыңды да аямадың. Сондықтан мен сені үсті үстіне жарылқайман. Ұрпақларыңды аспандағы жұлдызлар һәм теңіз жағасындағы құмлар сияқлы үст үстіне көбейтемен. Сенің ұрпақларың өз дұшпанларының қалаларына иелік етеді. Маған бойсынғаның үшін ұрпақларың арқалы жер жүзіндегі барлық халықлар жарылқанады. Сонан кейін Ибраим қызметшілерінің жанына қайтып келді. Олар бірлікте Бершеваға қарай кетті. Ибраим сол жерде жасап қалды. Бір қанша уақытлардан соң Ибраимға туысқаның Нахорға хаялы Милка ұллар туып берді деген хабар жетіп келді. Милка тұңғышы Усты, оның інісі Бузды, Арамның әкесі Кемуелді, Кесетті, Хазоны, Пилдашты, Идлафты һәм Бетуэлді дүнияға келтірді. Ал Бетуэлден Ребекка туылды. Осы 8 ұлды Ибраимның туысқаны Нахорға Милка туып берді. Нахордың Реума деген тоқалы да оған Тебах, Гахам, Тахаш һәм Маха деген балаларды туып берді. Жаратылыс кітабы 23 бап. Сара 127 жыл өмір сүрді. Ол Қанан жеріндегі Қирият Арбада, яғни қазіргі Хебронда қайтыс болды. Ибраим Сара үшін жылап, аза тұтты. Соңынан ол хаялының денесінің қасынан шығып, хетлерге: мен араңызда келгінді һәм жат адамман. Өз мархумымды жерлеп, мазар қылуым үшін жеріңізден маған аз-маз сатыңлар, деді. Хетлер Ибраимға былай деп жауап берді: мырза, біздерді тыңлаңыз. Сіз біздердің арамыздағы күшлі бір төресіз. Мархумыңызды қабірлеріміздің ең жақсысына апарып қойыңыз. Мархумыңызды қоюыңыз үшін біздердің ешбірімізде қабірімізді аямаймыз. Сонда Ибраим сол елдің халқы болған хетлерге тәжім етіп былай деді: егер сіздер менің өз мархумымды жерлеуіме қайыл болсаңыз, онда мені тыңлап, мен үшін Сохардың ұлы Эфроннан өтініш етіңлер. Ол өз атызының шетіндегі Махпела үңгірін маған сатсын. Сол үңгірді мазарға айландыруым үшін мен сіздердің алдыңызда үңгірдің құнын толық төлеймен. Хет халқынан болған Эфрон өз халқының арасында отырған еді. Ол қала дарвазасының алдына жиналған барлық хетлерге естіріп Ибраимға: яқ мырзам, мені тыңлаң, мен үңгірге қоса атызды да беремен. Мен өз халқымның алдында оны сізге беремен. Мархумыңызды жерлей берің, деп жауап берді. Ибраим сол жердің халқының алдында тәжім етті һәм һәммеге естіріп Эфронға: өтініш, мені тыңлаңыз, атыз үшін ақша төлейін, оны қабыл етің, мен мархум хаялымды сол жерге жерлейін, деді. Сонда Эфрон Ибраимға: яқшы мырзам, мені тыңлаң, жердің бағасы 400 шекел күміс. 400 шекел күміс тұратұғын бір бөлек жер біздердің арамызда не болыпты? Мархумыңызды жерлей берің, деп жауап берді. Ибраим разы болып, Эфрон хетлердің алдында естіріп айтқан 400 шекел күмісті саудада қолданатұғын өлшем бойынша тәрезіге салып өлшеп берді. Солай етіп, Мамреге жақын жердегі Махпелада орналасқан Эфронның атызы, ондағы үңгір һәм ол жерде өсіп тұрған барлық теректер Ибраимның меншігіне айланды. Бұған қала дарвазасының алдына жиналған барлық хетлер гуа болды. Сондан кейін Ибраим хаялы Сараны Қанан жеріндегі Мамреге, яғни Хебронға жақын жердегі Махпела атызындағы үңгірге қойды. Солай етіп, хетлерден алынған атыз һәм ондағы үңгір мазар сыпатында Ибраимның мүлкіне айланды. Жаратылыс кітабы 24 бап. Ибраим қартайып, біраз жасқа барып қалған еді. Жаратқан ие оны һәр тәрәплеме жарылқап қойған еді. Ибраим үйіндегі һәмме нәрсені басқаратұғын бас қызметшісіне былай деді: қолыңды санымның астына қойып, аспан һәм жердің құдайы болған жаратқан ие хақы ант ішуіңді қалеймен. Мен араларында жасап атырған
Қанын халқынан ұлыма қыз алма, ал ұлым Исаққа қыз алу үшін менің еліме ағайын туғанларыма бар. Қызметші Ибрайымнан, егер қыз менің бірге бұл елге келуді қалемесе ше, онда ұлыңызды өзіңіз шығып кеткен елге апаруым керек пе, деп сұрады. Ибрайым оған былай деді: яқ, ұлымды хасла ол жерге апара көрме. Мені өз әкемнің үйінен, туылған елімнен алып шығып, бұл жерді сенің ұрпақларыңа беремен деп ант ішкен аспанның Құдайы жаратқан ие сенің алдыңнан өз періштесін жібереді. Хам сен сол жерден ұлыма қыз алып келесең. Егер қыз сенің бірге келуді қалемесе, онда сен маған берген бұл антыңнан азат боласың. Тек ұлымды ол жерге апара көрме. Солай етіп, қызметші Ибрайымның санының астына қолын қойып, айтылғанды істеуге ант ішті. Соңынан қызметші қожайынның түйелерінен оның һәм һәрқилы қымбат бақалы затларынан алып жүріп кетті. Ол Арам Нахарайымдағы Нахор жасайтұғын қалаға жетіп келді. Қызметші түйелерін қала сыртындағы құдықтың қасына шөктірді. Бұл хаял қызлары су алу үшін шығатұғын кешкі пайт еді. Сонда қызметші былай деп дуа етті: жаратқан ие, қожайыным Ибрайымның Құдайы, бүгін маған әумет беріп, қожайыным Ибрайымға жақсылық істей көр. Міне мен құдық басында тұрман. Қаланың қызлары су алуға киятыр. Мен қайсы қызға күзеңді еңкейт, мен су ішіп алайын дегенімде, ол ішіңіз, мен түйелеріңізді де су қараман десе, онда сол қыз сенің құлың Исақ үшін таңлаған қызың болсын. Қожайыныма жақсылық істегеніңді соннан білейін. Қызметші елі даусын тамамламай атырып ақ, иініне күзесін көтерген Ребекка келіп қалды. Ол Ибрайымның інісі Нахор менен хаялы Милканың ұлы Бетеуілдің қызы еді. Ребекка оғана сұлу, еркек қолы тимеген қыз еді. Ол құдыққа қарай төмен түсті де, күзесін суға толтырып, жоғары шықты. Ибрайымның қызметшісі қыздың алдына жүгіріп шығып, өтініш, күзеңнен маған аз-маз су бер, деді. Ішіңіз мырза, деп қыз дархал күзесін иінінен түсірді де, оған ішуге су берді. Қыз оған ішкізіп болып, мен түйелеріңізді де шөлі қанғанша су қарып берейін, деді. Соңынан қыз күзесіндегі қалған суды науаға құйып босатты да, және су тартып шығару үшін құдыққа қарай жүгіріп кетті. Солай етіп, ол қызметшінің барлық түйелерін су қарды. Ал қызметші болса, жаратқан иенің жолын әуметті қылған, ямаса қылмағанын білу үшін қызға диққат қойып, үнсіз қарап тұрды. Түйелері су ішіп болғаннан соң, ол қызға ауырлығы ярым шекел шығатұғын алтын әребек һәм 10 шекел шығатұғын 2 алтын білезік берді. Соңынан ол қыздан: айтшы, кімнің қызысың? Біздердің түнеп шығуымыз үшін әкеңнің үйінен орын табыла ма? деп сұрады. Қыз оған: мен Милканың Нахорға туып берген ұлы Бетеуілдің қызыман. Бізде сабанда, жемде көп, түнеу үшін орында бар, деп жауап берді. Сонда қызметші тәжім етіп, жаратқан иеге сыйынды да, өз мейірім шәпаатын һәм садықлығын қожайынымнан аямаған Ибрайымның Құдайы жаратқан иеге алғыслар болсын. Ол мені туры қожайынымның ағайын туғанларының үйіне баслап келді, деді. Қыз анасының үйіне жорып барып, болған уақия хақында айтып берді. Ребекканың Лабан деген ажағасы бар еді. Ол құдық басында тұрған адамға қарай жорып кетті. Лабан қарындасының мұрнындағы әребекті, қолларындағы білезіклерді көріп, Ребеккадан ол адамның өзіне не айтқанын есіткенде, дархал сол адамның жанына кеткен еді. Ал сол адам құдық басында түйелердің жанында тұрған еді. Лабан оған: үйге жүрің, жаратқан ие жарылғаған бенде, неге сыртта тұрыпсыз? Мен өзіңіз үшін бөлме, түйелеріңіз үшін орын таярлап қойдым, деді. Солай етіп, қызметші үйге кірді. Лабан түйелердің жүклерін түсіртіп, алдына сабан һәм жем салдырды. Қызметшінің һәм оның жанындағылардың аяқларын жуу үшін су әкелдірді. Алдыларына ауқат қойылғанда, қызметші: мен не үшін келгенімді айтпай тұрып, ауқат жемеймін, деді. Мейлі айтың, деді олар. Сонда қызметші былай деді: мен Ибрайымның қызметшісімін.
Жаратқан ие қожайынымды мол-мол етіп жарылқап, оны байытты. Оған қой хам сиырлар, күміс хам алтынлар, құл хам шорлар, түйе хам ешеклер берді. Қожайынымның хаялы Сара қартайған шағында оған ұл туып берді. Қожайыным өзінің барлық мал-мүлкін ұлына тапсырды. Қожайыным маған ант іштіріп, ұлыма, мен жерінде жасап атырған қанын халқының қызларынан емес, ал менің ата жұртыма, ағайын туғаларыма барып, сол жерден қыз алып бересең, деді. Мен қожайынымнан, егер ол қыз менің келуді қалемесе ше, деп сұрадым. Сонда ол маған, мен жаратқан иенің жолыменен жүрмен. Ол өз періштесін сеніңменен бірге жіберіп, жолыңды береді. Сен ағайын туғаларымнан, ата жұртымнан ұлыма қыз алып кел. Егер сен ағайын туғаларыма барғаныңда, олар саған қызын бермесе, онда сен ішкен антыңнан азат боласың. Ауа, сен ұсындай жағдайда ішкен антыңнан азат боласың, деді. Солай етіп, мен бүгін құдық басына келгенімде, жаратқан ие қожайыным Ибраимның құдайы, өтінемен жолымды бере көр. Қазір мен құдық басында тұрман. Егер мен су алуға келген қызлардың біріне, өтініш, күзеңнен маған азмас су бер десем, ол маған ішіңіз, мен түйелеріңізді де суғараман деп айтса, жаратқан иенің қожайынымның ұлы үшін таңлаған қызы сол болсын деп дуа еттім. Мен елі ішімнен дуа етіп тұрғанымда, иініне күзесін көтеріп, Ребекка сыртқа шықты. Ол төмен түсіп, құдықтан су алды. Мен оған, өтініш, маған ішуге су бер дедім. Ребекке дархал иінінен күзесін түсіріп, ішіңіз, мен түйелеріңізді де суғараман, деді. Солай етіп, мен су іштім. Ол түйелерімді суғарды. Мен оннан, кімнің қызысаң деп сұрадым. Ол маған, мен Милканың Нахорға туып берген ұлы Бетеуілдің қызыман, деді. Сонда мен оның мұрнына әребек, қолларына білезік тақтым. Соң тәжім етіп, жаратқан иеге сыйындым. Қожайынымның ұлына, інісінің ақыл қызын алу үшін маған тура жолды көрсеткен қожайыным Ибраимның құдайы, жаратқан иеге алғысылар айттым. Енді сіздер қожайыныма жақсылық істеп, садықлық көрсетпекші болсаңыз, маған айтыңлар. Егер қалемесеңіз, оны да айтыңлар. Мен не істейтұғынымды шешейін. Лабан менен Бетуел былай деп жауап берді. Бұл жаратқан иенің ісі. Біздер саған жақсы, жаман, еш нәрсе айта алмаймыз. Міне Ребекка, оны алып кете бер. Жаратқан иенің айтқанындай, ол сенің қожайыныңның ұлына хаял болсын. Ибраимның қызметшісі бұны естігенде, жерге дейін иіліп, жаратқан иеге сыйынды. Соңынан қызметші күміс хам алтын затларды, киімлерді шығарып Ребеккаға берді. Және де оның ажағасы менен анасына да қымбат бақалы сауғалар берді. Соңынан қызметші хам оның жанындағылар ішіп жеді. Хам сол жерде қонып қалды. Ертеңіне азанда олар ұйқыдан тұрғанда, қызметші, енді рұқсат болса, қожайыныма қайтаман, деді. Бірақ Ребекканың ажағасы, хам анасы, қыз онлаған күн біздерменен болсын, кейін жолға шығарсызлар, деді. Ал қызметші бұған, жаратқан ие жолымды беріп тұр екен, мені іркпеңлер, маған қожайыныма қайтуға рұқсат беріңлер, деді. Сонда олар қызды шақырып сорайық, өзі не деркен, деді. Солай етіп, ол Ребекканы шақырып, оннан, мына адамменен кетесең бе, деп сорады. Кетемен, деді ол. Солай етіп, олар Ребекканы, оның тарбияшысын, Ибраимның қызметшісі менен оның адамларын шығарып салды. Олар Ребеккаға патия беріп былай деді. Қарындасым, анасы бол мың-мыңлаған перзентлердің, үрім пұтқаларың елесін дұшпан қалаларын. Соңынан Ребекка хам оның жас шорлары таярланып түйелерге мінді. Хам Ибраимның қызметшісінің ізіне ерді. Солай етіп қызметші Ребекканы алып жолға шықты. Сол арада Негеп жерінде жасап атырған Исақ Бер-Лахай Ройден қайтып келген еді. Кеште Исақ ойлану үшін атызға шықты. Хам ол басын көтеріп қарағанда жақылдап келатырған түйелерді көрді. Ребекка Исақты көріп түйеден түсті. Хам қызметшіден,
Bizlerге қарай атсыз бойлап келтірген ана адам кім деп сұрады. Бұл менің қожайыным деп жауап берді қызметші. Сонда Ребекка жаулығын алып жүзін жапты. Қызметші Исаққа істеген істерінің хаммесін айтып берді. Исақ Ребекканы анасының шатырына алып келді. Хам оған үйленді. Солай етіп Ребекка Исақтың хаялы болды. Исақ Ребекканы сүйіп қалды. Осы тәрізде ол анасы қайтыс болғаннан кейінгі қайғысына жұбаныш тапты. Жаратылыс кітабы 25 бап. Ибраим және Қатура деген хаялға үйленді. Ол Ибраимға Зимран, Йоқшан, Медан, Мидиян, Ишбақ һәм Шуах атлы балаларды туып берді. Йоқшаннан Шеба менен Дедан туылды. Деданның ұрпақларынан Ашур, Летуш һәм Леум халқлары келіп шықты. Мидиянның ұллары Эфа, Эфер, Ханох, Абида һәм Элда. Бұлардың хаммесі Қатурадан тараған ұрпақлар еді. Ибраим өзінің барлық мал-мүлкін Исаққа қалдырды. Ал тоқалларының балаларына көзінің тірі уақытында сауғалар беріп, оларды Исақтан ұзақластырып, шығыстағы жерлерге жіберді. Ибраим барлығы болып 175 жыл өмір сүрді. Ол ғарылық дауранын сүріп, ұзақ жасады. Қартайған шағында демі таусылып, қайтыс болды. Хам өз ата-бабаларына қосылды. Ұллары Исақ һәм Исмайыл оны Мамреге, жақын жердегі Хет халқынан болған Сохардың ұлы Эфронның атызындағы Махпела үңгіріне қойды. Ибраим бұл атызды Хетлерден сатып алған еді. Солай етіп, Ибраим һәм оның хаялы Сара сол жерге қойылды. Ибраимның өлімнен соң Құдай оның ұлы Исақты жарылқады. Исақ Бер-Лахай Ройдың жанында жасайтұғын еді. Сараның шорысы Мысырлы Ажардан туылған Ибраимның ұлы Исмайылдың шежіресі мынадай. Исмайылдың ұлларының туылу тәртібі бойынша атлары мынадай. Тұңғыш ұлы Небайот, соң Кедар, Адбеел, Мипсам, Мишма, Дума, Масса, Хадат, Тема, Етур, Нафиш һәм Кедма. Исмайылдың ұллары болған бұлар 12 ұрудың көсемі болды. Осы 12 ұру һәм олардың ауыллары менен мәкан басқан жерлері олардың атлары менен аталды. Исмайыл 137 жасында демі таусылып қайтыс болды һәм өз ата-бабаларына қосылды. Исмайылдың ұрпақлары Хауила һәм Шур аралығындағы жерлерге мәкан басқан еді. Шур Ашурға баратұғын жолда Мысырға жақын жайласқан еді. Олар барлық туысқанлары менен жауласып өмір сүрді. Ибраимның ұлы Исақтың өмір тарихы мынадай. Ибраимнан Исақ туылды. Исақ Ребеккаға үйленгенде 40 жаста еді. Ребекка Падан Арамнан болған Арамлы Бетеулдің қызы, Арамлы Лабанның қарындасы еді. Исақ хаялы үшін жаратқан иеге дуа етті. Өйткені хаялы перзентсіз еді. Жаратқан ие Исақтың дуасына жауап берді. Хам Ребекка хамладар болды. Оның құрсағындағы балалар бір-біріменен төбелесе басылады. Сонда Ребекка неге бұндай болып атыр деп жаратқан иеден сұрады. Жаратқан ие оған былай деді. Сенің құрсағыңда 2 халық бар. Сеннен 2 түрлі халық бөлініп шығар. Бірі екіншісінен күшлірек болып, үлкені кішкенесіне бағынышылы болар. Ребекканың туу уақыт келгенде құрсағында егіз ұллардың бар екені мәлім болды. Бірінші туылған ұлының денесі қызыл, терісі тон сияқлы жүнлі еді. Сондықтан оның атын Есау деп қойды. Кейін оның сыңары туылды. Ол Есаудың табанын қолы менен ұслап шыққан еді. Сондықтан оны Яқып деп атады. Олар туылғанда Исақ 65 жаста еді. Балалар өсіп ер жетті. Есау дүзді сүйетұғын шебер аңшы, ал Яқып үйден шықпайтұғын тыныш адам болды. Исақ Есауды жақсы көретұғын еді. Себебі оның аулап әкелген аңларының көшін жеуді ұнататұғын еді. Ал Ребекка Яқыпты жақсы көретұғын еді. Бір күні Яқып ауқат пісіріп атырғанда, Есау дүзден шаршап аш болып келді. Ол Яқыпқа
маған мына қызыл ауқатыңнан бер, мен аш болып тұрман деді. Сол себеплі ол Эдом деп те аталды. Яқып оған, дәслеп маған тұңғышлығыңды сат деді. Есау оған, аштан өлейін деп тұрғанымда тұңғышлықтан маған не пайда деді. Яқып, дәслеп маған ант бер деді. Сонда Есау Яқыпқа ант беріп, өз тұңғышлығын оған сатты. Соннан кейін Яқып Есауға нан һәм қызыл лобия сорпа берді. Есау ішіп жеп болып, орнынан тұрып кетті. Солай етіп, Есау өз тұңғышлығын пісент етпеді.